және де бәріңе сәлем. Бүгін біздің тақырыбымыз RC Circuit. Және де берілгенде бізде 12 киловатт ом бар резистенс. Және де біз бұл есепті қалай шығаратынымызды қазір көрсетеміз. Ең біріншіден бізге керегі бұл берілгендер, бұл RC Circuit'тың берілгені. Бұл және де ең басында біз не істей аламыз? Бұл жерде бізде ең басында Z, ол бүкіл резистенстер, ол тең болады R квадрат плюс XC-дің квадраты. Бұл капаситордың резистенсті деп айта аламыз, кедергісі. Бұны қалай шығады десеңіздер, бұның X капаситордікі ол 2PF капаситор, себебі ол 1 бөлінген омегасы. Бұл және де біздің бастапқы Z-дің формуласын аша кетсек, бұл жерде ең басында формуласы ол басқаша, өйткені бұл жерде резистенстің квадраты қосылған, жақшаның ішіндегі XL минус XC-дің квадраты. Не үшін десеңіздер, бұл жерде екі индуктор мен капаситордың квадраттары бір-біріне азайтылған болған. Бізде индуктор болмағаннан кейін бұл жерде тек қана капаситордың резистенсы қалады. Және де бұны дәлдеп көшірейік. Және де біздің ең басындағы есепке келсек, қазір өшіргіш. Міне кешіріңіздер. Және де бізде ары қарай есепті жалғастырсақ, бұл жерде ешқандай сұрақ жоқ деп үміттенемін. Және де ары қарай бізде есептің берілгеніне келсек, бұл жерде капаситорды ең басында формуласы E0 көбейтілген ария көбейтілген эпсилон өзі бөлінген D, ол D дейтін дистанция. Ал E дейтін көбінесе ол 1-ге тең болады, сондықтан оны қысқартып жесек болады. Демек біз жаза аламыз E0 көбейтілген ария бөлінген D дистанс. Бұл дистанс дейтін екі капаситордың арасындағы арақашықтық, оны метрмен өлшейтеміз, ал арияны ол S, ол метр квадрат. Ал және де эпсилон 0-ге келсек, ол бізде констант тұрақты сан, ол бізде 8.85 көбейтілген 10-12 дәрежесі. Ал ары қарай бізде не керек? Бұл есепте бізде гивенға көшсек, ол берілгеніне, бізде ең басында берілген ол резистенс 12 кило ом, оны біз 12.000 ом деп жаза аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Және де келесі ол біздің диаметр капаситордың, ол біздің арияға көмектеседі, оны жазамыз 15 сантиметр. Ол 15 сантиметрді қалай жазамыз? Біз 0.015 сантиметр жаза аламыз, өйткені бұл диаметр. Ал миллиметрмен жазсақ, ал және де оның бізге есеп бойынша радиус керек, радиусты оны диаметр 2-ге бөлеміз, ол бізде 0.075 метр болады. Ал және де бізде оның өткізгішіне байланысты бізде вольт 12 вольт, ол берілгендей, және де оның фреквенция частота дейді, жиілік дейді, ол бізде F тең 36 килогерц. Кило дейтін бізде ол 1000, сондықтан оны біз жазамыз 36.000 герц. 36.000 герц бізде ол жиілік бар. Ал және де ары қарай кетсек, бұл жерде бізде ең бір ампер бар, ол ампер пик, ампер 0, I0 деп жазамыз, оны біз 0.065 миллиампер. Және де біздің осы жерде табуымыз керек капаситор. Капаситорды табамыз, бұл жерде I0 тең, бұны біз мюмен жазсақ, және де біздің формуламызда Z-дің арқылы V бөлінген I деп шығара аламыз. Бұл жерде 12 берілген, 0.0065 берілген. Бұл және де бізде Z-дің общий, біздің Z дейтін қазір калькулятор салсақ, ол 1, 8, 4, 6, 2, демек 18.462 ом шығады. Бұл жуықтап алғанда санда, және де біздің Z-ті ары қарай теңесек, ол түбірасында R квадрат плюс X-дің сының квадраты. Енді ол капаситордың резистенсті. Ал осы жерден бізде R берілген, X-ын табуымыз керек, Z-ті таптық. X-ын жақшаның сыртына шығарып төбелден шығарса, жалғыз бұл Z-дің квадраты минус резистенстің квадраты болып қалады. Осы жерден X-ның өзін тапсақ, түбір астында 18.462 квадрат, азайтылған резистенстігі 12.000 квадрат. Калькуляторға салып шығарайық. Бұл жерде жуықтап алғанда 14.026 ом шыққан. Бұл біздің капаситордың резистенсі.
Ал және де біз капаситор резистенсінің формуласын білеміз. Бұл жерде ол 1 бөлінген 2πfc. Ал біздің капаситордың өзін тапсақ, капаситор белгісіз, сондықтан капаситорды ары қарай тапсақ, формулаға қойсақ, капаситорды осы формула арқылы бір-біріне теңестіріп таба аламыз. Бізде төбеде көрсетілгендей формуланы қойсақ, және де бұл жерде біздің капаситор белгісіз, оны сыртқа шығарамыз. Оны 1 бөлінген 2πfxc, ол капаситордың резистенсы. Бізде барлығы берілген, тек сандар қойып шығарамыз. Тең 1 бөлінген 2πf, оны 2π көбейтілген, бізде фреквенция 36.000. Оның көбейтеміз, x-і ол 14.026. Оны жуықтап алған отын аламыз, және 2π-ді 6 деп аласақ, жуықтап алғанда біздің мәніміз, калькулятор қайттан 3.1, 3.16. Бұл жерде біздің мәніміз 3.15, жуықтап алғанда 3.15 көбейтілген 10-15 фарад шығады. Бұл біздің капаситордың мәні. Ал енді бізге даны табу үшін бұл жерде формулаға қоямыз. Ариясы берілген πr квадрат, r бар, формулаға қоямыз. π көбейтілген 0.075-тің квадраты. Оны жуықтап алған кезде ол 0.017 метр болады, метр квадрат. Және де біздің формуламызда бәрі бар. E0 көбейтілген ария бөлінген d, бұл жерде d белгісіз. Сондықтан d-ны сыртқа шығарып, капаситорды бөлеміз. Демек бізде оның формуласы d тең E0 көбейтілген ария бөлінген капаситор. Барлығы бар, формулаға қойсақ, қазір сандар мәнін жазып шығайық. Калькуляторға -12 көбейтілген 0.0177. Сосын оны бөлеміз, және шыққан капаситорға 3.15, оның -15 дәрежесі. Бұл жерде бұны калькуляторға қойсақ, калькуляторға қандай мән шығады бізде? d-ны жуықтап алған кезде 4.97, және де 10-4 метр шығады екен. Бұл екі капаситордың екі плитасының дистанциясы. Оны сразу мюмен жазсақ 0.5 миллиметр болып шығады. Бізде барлығы берілген. Енді ары қарай бізде есептің берілген осы. Тек қана ары қарай симуляцияға көшіп, қалай шығатынын көрсетсек болады. Енді қысқаша бір ревью жасай кетсек, бізде симуляцияда бізде ең бірінші токтарды сызайық. Бізде таңдаймыз, бізде есептің берілгенінде ол источник прием болады, ол вольтты таңдаймыз, және де бұлай сызайық. Және де бізде ары қарай капаситор бар, капаситорда қосайық резистенсімен бірге. Резистенсті бірінші, капаситор артынан, екеуінің резистенсі жоқ, өйткені бұл series connection. Бір кондуктор қосып, арасын тоқпен жалғайық. Оны просто проводпен жүргізіп, бір-бірінің барлығын бір циклдың ішінде жалғауымыз керек. Ал қазір міне бәріңіз көріп тұрғаныңыздай циклды міне бітірдік. Ал енді сандар мәнін жазайық. Бізде бұл жерде резистенстің мәні 12К, ол 12.000 Ом. Оны қойдық, және де ары қарай өзіміздің нәрсемізге келсек, бұл жерде біздің берілгеніміз RMS емес, 12 вольт. 12 вольт деп қалдырамыз, ал частота 36.000, 36К деп қалдырамыз. Ал сол жерде бізде капаситордың шыққан мәнін қоямыз. Бұл жерде капаситордың шыққан мәні бізде 315 пикофарад шықты. Оны 315 пи десек, оны өзі түсінеді. Ал енді ары қарай тоққа қоямыз. Тоқтың мәнін көріп жатқаныңыздай, айдың мәні өзгеріп тұр. Бізде айдың пик мәні ол 635. От көргеніңіздей, бізде есептің берілгеніндей дәл сондай шықты.